Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен жылдам жасалатын дәмді әрі шоколад қосылған печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бұл печеньені жасау үшін алдымен сары майды ерітіп, бөлме температурасында суытып аламыз. Оның үстіне қант салып, жақсылап араластырып аламыз венчикпен. Үстіне тұзды және ванилинді салып, тағы бір араластырып аламыз. Және үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Бір келкі болғанша тағы да араластырып аламыз. Енді біздің ұнымыздың үстіне бір шай қасықтан разрыхлитель салып, өзара бір араластырып аламыз. Одан кейін біздің сұйықтығымыздың үстіне 2-ге бөліп салып отырып жасайтын боламыз. Алдымен жартысын салып аламыз. Барлығын бірден салсаңыздар қатты болып қалуы мүмкін. Дәл видеодағыдай 2-ге бөліп. Енді қалған бөлігін салып, бұл жолы уже қатты болған, кішкене қатайғаннан кейін қасықпен араластыру керек болады. Қасықтың көмегімен бір келкі етіп араластырып аламыз. Бізде шамамен осындай сұйықтықта пайда болады. Енді осындай туралған шоколадымызды үстіне саламыз. Көлемін шамамен осындай турасаңыздар жеткілікті. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколадты көп немесе аз салсаңыздар болады. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Салып болғаннан кейін қасықтың көмегімен барлық жағына бір келкі болғанша араластырамыз. Ыдысымызды майлаудың қажеті жоқ. Осындай пергамент қағазын төсеп дайындайтын боламыз. Шамамен бір ас қасықтай алып, қолыңыздың көмегімен домалақтап шайғастырып шығыңыздар. Қатты қалың немесе жұқа қылып қоймай, орташа деңгейде барлығын істеп, 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Шамамен 10 минуттың ішінде осындай дәмді, жұмсақ, осы ыстық кезінде жұмсақ, кейін қытырлақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде отбасыңызға ұсыныңыз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Шоколадпен өте керемет үйлесіп, дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.